Баршаңызға қайырлы күн сұлуларым. Бүгін сіздермен малина қосылған ерекше сметаник пирогын жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай және қамыры да өте жұмсақ болады. Сізге ұнары сөзсіз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған майымызды және оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Өлшеп алған ұнымызды салып, жартысын саламыз әуелі, одан кейін үстіне қопсытқышымызды салып, қолымызбен жақсылап елеп аламыз. Басында қамырымыз біраз біріктіруі мүмкін, одан кейін өте жұмсақ қамыр шығады. Енді ұнымыздың қалғанын салып, жұмсақ қамырымызды елейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны жарты сағатқа салфанға салып, холодильникке жібереміз. Ендігі кезекте начинкамызды дайындаймыз. Начинкамызға бізге 4 жұмыртқа керек болады. 4 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды көп миксерлеп көпіртпейміз, тек жай біраз ғана араластырамыз, 1-2 минут. Одан кейін үстіне 20%-ден жоғары қаймақтарды қолданамыз. Мендегі 20%-дық президент қаймағы. Жақсылап араластырып, біріктіргенше араластырамыз. Міне біздің пирогымыз начинкасы дайын болып қалды. Енді қамырымызды формамызға жайғастырамыз. Әдемілеп біркелкі тегістеп формамызға жайғастырамыз. Міне қамырымды жайғастырып болдым. Енді шеті әдемі тегіс болып көріну үшін осындай роликтің көмегімен қамырымыздың шеттерін әдемілеп кесіп шығамыз тегістеп. Қалған қамырларымызды ортасына жайғастырып шығамыз. Міне жаздың кезінде қатырып алған малиналарымызды осындай пирогтарға қолданамыз. Пирогтарымыздың ыдысымызға салып, қамырдың үстіне дізіп шығамыз. Керегенше қолдансаңыздар болады, дәміне қарай. Көбірек салсаңыздар да пирогтарыңыз өте дәмді, керемет болып шығады. Достар, мен YouTube арнамда бұдан да жақсы рецепттердің бір жасағынан шығатын түрлері бар. Қарап жасап көрсеңіздер болады. Енді начинкамызды бір араластырып жібереміз де пирогымызға құямыз. Қызып тұрған пешімізде 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп, әбден суыды. Енді оның үстіне водяной баняда немесе микроволновкада ақ пористый немесе глазур шоколадтарды пайдалансаңыздар, пирогыңыз өте одан сайын дәмді, керемет болып шығады. Енді оның шетіне осындай посыпкалар сепсеңіздер болады. Кез келген түрін пирогыңыздың көркін одан сайын аша түседі және дастархандарыңыздың да көркін аша түсетін болады. Қыздар, енді дәмі деген супер болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен YouTube арнама тіркеліп қоңшана бас қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге осындай керемет рецептің түрлерімен бөлісіп отыратын боламын. Және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.